Саламатсызбы, математика пәні 32-ші сабақ. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы формулалар. Ұжым біз әр түрліміз, бірақ біргеміз. Бұл сабақта шамалардың формуласын түсінуге үйренеміз. Достарыңмен ойна. 6-ның кестелік жағдайы мен оның жауаптары жазылған қағаз ал. Кім кестені жақсы біледі? Бірге тез шығара алдың ба? Себебін түсіндір. 6-ға 6-ны көбейтсек 36, 6-ға 7-ні көбейтсек 42, 6-ға 8-ді көбейтсек 48, 6-ға 9-ды көбейтсек 54, 48-ді 6-ға бөлсек 8, 36-ны 6-ға бөлсек 6, 42-ні 6-ға бөлсек 7, 54-ті 6-ға бөлсек 9. Екінші есеп, әр есеп үшін қай формуланы пайдаландың? Түсіндір. Қараймыз бұлар. Бір қағаз қыстырғыш 5 теңге, 7 қағаз қыстырғыш неше теңге? Құнын табу үшін бағасы мен санын көбейтеміз. 5-ке 7-ні көбейтсе 35, яғни 7 қағаз қыстырғыш 35 теңге. Бір өшіргіш 7 теңге, 42 теңгеге неше өшіргіш алуға болады? 42-ні 7-ге бөлсек 6, 42 теңгеге 6 өшіргіш сатып алуға болады екен. Яғни санын табу үшін құнын бағасына бөледі екенбіз. 6 дәптер 48 теңге, бір дәптер неше теңге? Бағасын табу үшін құнын санына бөлеміз. 48-ді 6-ға бөлсек 8, бір дәптер 8 теңге екен. Біздің сыныптың оқушылар жинап алынған өнімді есептеуге көмектесті дейді. Қараймыз бұлар. Себеттің жалпы массасы, яғни жалпы Ж нүкте М. Бір себеттің массасы М деп берілген, себеттің саны С деп берілген. Енді қараймыз, бір себет 6 кг, 5 себет неше килограмм? Яғни 6-ны 5-ке көбейтеміз, ал 30 кг алма жиналды. Бір себет 6 кг, 30 кг да неше себет шығады? Яғни бұл жерде 36-ға бөлеміз, 5 себет 30 кг алма 5 себетке салынады екен балалар. 5 себет 30 кг, бір себет неше килограмм? 30-ды 5-ке бөлеміз, 6 кг, әр себетте 6 кг алма бар. Төртінші есеп, есепті шығар формулаларды қолданып берілген есепке кері есеп құрастырды. Балалар өнімді бірдей жәшіктерге жинады. Бір жәшікке 6 кг өнім сияды. Егер жиналған өнімнің массасы 54 кг тең болса, онда олар неше жәшік өнім жинаған? Бір жәшік 9 кг, 54 кг неше жәшік? Яғни 54-ті 9-ға бөлеміз, 6 жәшік балалар 6 жәшік өнім жинады. Бір жәшік 9 кг, 6 жәшік неше килограмм? 9-ды 6-ға көбейтеміз, 54 кг. Балалар барлығы 54 кг өнім жинады. 6 жәшік 54 кг. Бір жәшік неше килограмм? 54-ті 6-ға бөлеміз, 9 кг. Бір жәшікте 9 кг өнім сияды. Қараймыз, 5-ші есепте амалдарды орындалу ретін анықтап болады. Есептейді. 54-ті бөлеміз 6-ға, көбейтеміз 5-ке. Көбейтеміз 7-ге тең. Бұл жерде бірінші бөлу амалы орындалады, сосын көбейту, соңынан қосу амалы орындалады. Тең болады 44. 45 бөлінген жақшаның ішіне 18 бөлінген 2 қосылған 27 тең 32. Бұл жерде бірінші жақшаның ішіне бөлу орындалады, одан кейін 45-ті жақшаның ішіне шыққан 9-ға бөлеміз, одан кейін барып соңынан қосады екенбіз. Жақша ашылған 24 қосылған 6, жақша жабылған бөлінген 5 қосылған 2 тең 8. Дәл солай алдымен жақшаның іші орындалады, содан кейін бөлу амалы, сосын барып қосу амалы. Жақшаның ішінде 37 азайтылған 17, бөлінген жақшаның ішінде 12 азайтылған 8. Бірінші жақша орындалады, екінші жақша орындалады, сосын барып бөлу амалы тең 5-ке. 6 көбейтілген 5 қосылған 32 бөлінген 8 тең 34. Дәл солай бірінші көбейту амалы, сосын бөлу амалы, соңынан қосу амалы орындалады екен. Жақша ашылған 60 азайтылған 5, 3 көбейтілген 4, жақша жабылған азайтылған 39 тең 9-ға. 67 қосылған 29 азайтылған 5 көбейтілген 7 тең 61, 300 азайтылған жақшаның ішінде 36 бөлінген 4 қосылған 8 тең 253, 8 қосылған 45 бөлінген 9 қосылған 7 көбейтілген 3 тең 34, 9 азайтылған жақшаның ішінде 25 қосылған 5 жақша жабылған бөлінген 8 тең 85. 7 көбейтілген жақшаның ішінде 38 азайтылған 34 қосылған 29 тең 57. 22 қосылған 5 көбейтілген 8 қосылған 27 бөлінген 3 тең 71. Бұл жерде алдымен көбейту амалы орындалады, одан соң бөлу амалы орындалады, сосын қосу, соңынан барып соңғы қосу амалы орындалады екен.
Келесі 6 есепке қараймыз. Суретке және формулаларды қара. Суреттің мағынасы мен формуладағы әріптер нені білдіреді, түсіндірейікші. Біздің сынып ұйымшыл, біз жарысқа қатысамыз, жарысқа арнап киім тіккіздік. Енді жалпы бұйымға кеткен материал шығыны Ж/Ш деп алып. Шығын бір бұйымға кеткен материал шығын. Ал енді С дегеніміз бұйым саны. Егер жалпы бұйымға кеткен материал шығынын табу үшін бір бұйымға кеткен материал шығынын бұйым санына көбейтеді екенбіз. Ал шығынды табу үшін, бір бұйымға кеткен шығын табу үшін жалпы бұйымға кеткен шығынды бөлеміз бұйым санына. Ал енді бұйым санын табу үшін жалпы бұйым санына кеткен шығынды бір бұйымға кеткен шығынға бөледі екенбіз. Келесі, есептің берілуін кестеге жаз, формуланы пайдаланып есепті шығар. 6 метр матадан 3 бірдей балалар костюмі шығады. Костюмге қанша метр мата қажет? 1 метрден 3 костюм, 1 костюм неше метр? Енді 6-ға 3-ті бөлсек 2 метр, яғни 1 костюм тігу үшін 2 метр мата қажет. 1 костюм ән нұсқасында бетет балалар. 6 метр матадан бірдей балалар костюмі тігілді. Егер 1 костюм 2 метр мата жұмсалса, онда неше костюм тігілді деп келген. Енді қараңдаршы, 1 костюмге 2 метр мата кетсе, 6 метрден неше костюм тігіледі? 6-ны 2-ге бөлейік, 3 метр, яғни 6 метр матадан 3 костюм тігуге болады екен. Ал Б нұсқасында бірдей балалар костюмі тігілді. Егер 1 костюмге 2 метр мата жұмсалса, онда барлығы неше метр мата жұмсалған? 1 костюмге 2 метр мата, 3 костюмге неше метр мата? 2-ке 3-ті көбейтсек 6, 3 костюм тігу үшін 6 метр мата қажет екен. 8-ші есепке қараймыз, есепті шығар, қандай формулаларды қолданар едік. Егер 6 метр матадан 3 бірдей балалар костюмі тігілсе, 12 метр матадан осындай қанша костюм тігуге болар еді? 3 костюмге 6 метр, 12 метрде неше костюм? Яғни 6-ны 3-ке бөлеміз 2 метр, 12-ні 2-ке бөлеміз 6 метр. Яғни 12 метр матадан 6 костюм тігуге болады екен. Ал балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Алдағы сабақтарымызды жіберіп алмас үшін арнамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар.